Саламатсыздар ма? Мен Юсуп Школа, Шымкент қаласының номер 116 Дина Нұрпейісова атындағы білім беруші мектептің 10-шы Б сынып оқушысы боламын. Мен бүгін сіздерді өз жұмыстарымен таныстырмақшы едім. Менің көбінесе салатын жанрларым ол натюрморт. Себебі натюрморт ол түстердің айқындығы және де ашық жарқындығы өзінің көңіл-күйінде осы түстерді қосқандар арқылы немесе өзінің салу стилің арқылы бере алатын, менің ойымша ең керемет стиль. Натюрморттар бізде көп материалдармен орындалады. Мысалы гуашьта бізде және акварель. Ең көп пайдаланатын осы екі материал, себебі гуашьта су азырақ пайдаланады, ал мына көп пайдаланады. Осының айырмашылығы, гуашь пен акварельдің айырмашылығы осы бір нәрседе. Сонымен қатар олар біз қарындаштармен, түрлі қарындаштармен орындасақ болады. Мен ойымша, яркий қарындаштармен орындаған өте ашық, сонымен қатар көңіл-күйді өте көтеріңкі қылып көрсетеді. Сонымен қатар біздерде натюрморттардың жанрлары өте көп. Натюрморттардың жанрлары оларда не бейнеленген, соларға байланысты болады. Мысалы, ұлттық натюрморт немесе қолданбалы үйдің заттарын салатын натюрморт. Ең қызық тақырып осы ұлттық натюрморт деп есептеймін, себебі ол жерде біздің ұлтымыздың аспаптарын немесе ою-өрнектерімен қызықты етіп көрсетеді. Сонымен қатар біздің ұлтымызда қызыл, сары түстер көп пайдаланылса, жұмысымыз өте көзге түсерліктей жарқын болып шығады. Сонымен қатар одан кейінгі біздің жанр ол пейзаж. Пейзаж табиғаттарды бейнелеу. Пейзаж көп. Пейзажда біз даладағы талдарды, тауды немесе өзіміздің тұрып жатырған мекенімізді салсақ болады. Одан кейінгі жұмысымыз мынандай пейзажға жатады, бірақ бұл тарихи пейзажға сәйкес келтірсек болады. Себебі мен бұл жерде патшайым Томиристі және де мына жерде олардың жауларын, сақтарды бейнеленген болатын. Одан кейінгі біздің жұмысымыз бұл экология тақырыбына салынған. Осы қазіргі заманымыздың ең үлкен проблемасының бірі осы экологияның проблемасы деп есептеймін. Соны кішкентай балдар осы суретті көріп, өздеріне нәтиже шығару мақсатымен салған болатын. Бояулар құпиясы жас суретшілер республикалық жарысына қатысып, онда өз өнерімді көрсетемін.